Азамат Сатыбалды алдағы 10-15 жылда ел ішінде қақтығыс болатынын айтты. Танымал актер Азамат Сатыбалды әлеуметтік желіде ой қозғарлық жазба жариялады. Бұл туралы мәдени портал.kz сайты хабарлайды. Актер қазақ тілінің болашағына алаңдаушылық білдірді. Өз ойым, қазір еліміздің біраз өңірлерінде мүлде орысша білмейтін ұрпақ өсіп келеді. Оны көзім көрді. Дәл солай, қазақша білмейтін өңірлер бар. Оны да көрдім. Солар жақын 10-15 жылдың ішінде қақтығысады. Қазіргі ұстаным соған апара жатыр. Өзге тілдегі сұраққа қазақша жауап беру заңсыз. Ал қазақша сұраққа неге өзге тілде жауап беру қисынды? Қиын түйін. Бұл ұлттар қақтығыс емес, екі тілдегі бір ұлттың керісуі болмақ. Қазақ тілін қанша тұншықтырса да, ол табиғи түрде, ештеңеге қарамай қарқынды дамуда. Бұл заңдылық. Тілдің өз тағдыры бар, тіл өлмейді. Оны Тәңір өлтірмесе, жұмыр басты пенде жоя алмас. Ал қазақ тілі осы уақытқа дейін жоғалмаса, өлмесе, демек ғұмырлы демек керек. Сол үшін санасу керек бұл тілмен. Қазақ тілінің тұсауын шешіп, тек қолдау керек дәл қазір, деді Азамат Сатыбалды. Желі қолданушылары бұл жазбаға түрлі пікірлер қалдырды. Блогерлерден тек қазақ тілді контент талап ету керек. Қазақ тілін білмейтін, түсінбейтін ұрпақ өсіп келеді. Ол рас, өте орынды, деп жазды желі қолданушылары. Қадірлі көрермендер, бұл жазбаны оқығанда Азамат Сатыбалдының мәселені эмоциямен емес, өмірден көргенімен айтып отырғаны сезіледі. Расында бүгінгі қоғамда тілге қатысты екі түрлі орта қатар өмір сүріп жатыр. Бір өңірде тек қазақша сөйлейтін жастар өсіп келеді. Ал басқа жақта қазақ тілін мүлде қолданбайтын орта бар. Бұл біреуді кінәлау емес, бар жағдайды мойындау сияқты. Актердің екі тілдегі бір ұлттың керісуі деген ойы ойландырмай қоймайды. Себебі тіл тек қарым-қатынас құралы емес, ол түсінісу, жақындасу, бір-бірін қабылдау мәселесі. Меніңше бұл жерде айқай да, қарсы қою да көмектеспейді. Қазақ тілі шын мәнінде соңғы жылдары табиғи түрде дамып келеді. Оны күнделікті өмірден де, желіден де байқаймыз. Енді сол дамуға дұрыс бағыт, сабырлы қолдау керек сияқты. Заңмен қысу емес, орта қалыптастыру, сұраныс тудыру маңызды. Азамат Сатыбалдының пікірі қоғамды бөліп жару емес, керісінше алдағыны ойлап, уақытында тоқтам салу ниетімен айтылған ескерту деп қабылдадым.